Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін алтын доп арнасынан көретіндеріңіз. Хави Эрнандес ресми түрде Барселонада қалатын болды. Ливерпуль да өзінің жаңа бапкерін тапты. Манчестер Сити АПЛ-дың чемпионы деп айта берсек болатын шығар. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз әдептен озбай, көп созбай бастаймыз. Кеттік! Испанияда, яғни Ла Лигада өзгерістер өте көп болады, достар. Жақын арада Испанияның ойындары, Ла Лиганың ойындары, МЛС-та өтуі мүмкін, Қытайда өтуі мүмкін, Сауд Арабиясында өтуі мүмкін. Осындай ақпараттар бар. Негізгі матчтар, негізгі ойындар Америкада өтеді деген ақпараттар бар. Бұны Хавьер Тебастың өзі жеткізді. Бұлай қарап отырсаң, енді дұрыс нәрсе ойлап отырған сияқты. Ла Лиганың жанкүйерлерін, көрермендерін көбейтеді, күшейтеді деген сияқты. Бірақ та кім өзінің үйінде ойнай алатын ойынды Америкаға барып, кім қонақ болып ойнайды, кім өз алаңында ойнаған сияқты сезінеді. Бұның бәрі әзірге қиын жағдайлардың бірі, бірақ Хавьер Тебас алдағы 1-2 жылда бұл мәселелерді шешетінін айтқан. Негізінде меніңше Хавьер Тебастың Ла Лигадан кетіп қалғаны ең дұрыс шешім ба деп ойлаймыз. Себебі алдындағы Эл Классикодағы әңгімеден кейін тағы да тілшілер сұрақ сұраған, неге Ла Лигада голдың кірген-кірмегенін фиксация алатын құрылғы әлі күнге дейін жоқ деп. Сол кезде Хавьер Тебастың жауабы мынандай болған: ойбой, ондай голдар деген маусымына бір екеу болар, ары кетсе үшеу болар. Сол 2-3 моментқа бола 5 миллион 6 миллионды құрту, ой, ол деген қате нәрсе деп жауап берген екен Хавьер Тебас. Хавьер Тебас 5-6 миллион құртқанынша бүкіл әлемге позор болғаным дұрыс деп санайды екен. Және де тағы бір дұрыс деп санайтын нәрсесі бар. Жалпы Ла Лиганы көтеру үшін 5-6 миллион садақа деп құртпай, өзінің жалақысын көтеріп алғаны жақсы. Алдыңғы маусымға қарағанда Хавьер Тебастың осы маусымдағы жалақысына 2 миллион тағы да қосылды деген ақпараттар бар. Хавьер Тебас өзіне өзі қоса береді. Ал біздің сенімді серіктесіміз Париматч керісінше сіздерге бонус беруден шаршамайды. Өзіңіздің есебіңізді, шотыңызды қандай да бір ақшаға толтыратын болсаңыздар, сіздерге біздің сенімді серіктесіміз Париматч 150 мың теңгеге дейін бонусты беріп жатқанын естеріңізге сала кетейік. Париматчтың берген бұндай тамаша мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Бонустарды алатын сілтеме осы видеоның астында. Париматч, ойын тізгіні сенің қолыңда. Клоп кетем дегелі Ливерпуль клубы жаңа бапкер іздеді, оны тапты. Арн Слот. Осы бапкер жаңадан келеді. Ливерпульға деген ақпараттар бар, және де келіссөздер басталды. Арн Слоттың агентімен де сөйлесулер басталды, және де Фейенорд клубымен де сөйлесулер басталды. Оны сатып алу үшін бұл бапкерді Ливерпуль Фейенордқа 9 миллион евро ұсынған екен. Бірақ та Фейенорд клубы одан жоғары ақша алғысы келеді. Қазір осы мәселені ғана сөйлесіп жатыр деген ақпараттар бар. Арн Слот кешегі пресс-конференцияны да өткізіп жіберген екен, қатыспаған екен, беймәлім себептерге байланысты, себепсіз өткізіп жіберген. Ал енді мына жақта Давид атты инсайдерлардың айтуынша, қазіргі таңда Ливерпуль мен Арн Слот жаңа келісімшартты қанша жылға қоямыз, қандай жалақы қоямыз деген сияқты кәдімгі келісімшартты ақылдасып жатыр. Нақты осы бапкер Ливерпульға келеді деген ақпараттар бар. Бұл бапкер АПЛ-ға ертерек келетін еді. Бұған Лидс клубы ұсыныс жасады, Тоттенхэм клубы ұсыныс жасады, Челси клубы ұсыныс жасады. Осы 3 клубтан да бас тартқан бапкер бәлкім өзінің күшіне сенбеді, бәлкім бұл клубтардың алдағы мақсаттары, деңгейлері, проекті ұнаған жоқ бұл бапкерге. Осылайша 3 клубтан бас тартты, бәрібір АПЛ-дан асып кеткен жоқ, қашып кеткен жоқ, кетем дегенмен кете алмайсың сен менен деп қайтадан АПЛ-ға келіп жатқан жайы бар. Ливерпуль үшін өте маңызды қазіргі таңда Клоптан кейін дұрыс бапкер таңдау. Негізі аналитиктардың, сарапшылардың айтуынша бұл өте дұрыс шешім деп талқыланып жатыр, және де бұл өте мықты, әртүрлі командаға әртүрлі тактика қоя алатын жақсы бапкер деп саналады. Сондықтан да Ливерпульға сәттілік тілейміз, және де Арн Слотқа да сәттілік тілейміз. АПЛ-ға жаңа тың жаңалықтармен келсін деген ниеттеміз. Бірақ та Арн Слот бұндай топ деңгейдегі команданы баптап көрмеген. Бір минусы осы ғана шығар.
Достар, енді кешегі ойынды көрдіңіздер өздеріңіз. Брайтон Манчестер Сити. Брайтон енді не дегенменде қазір жарақат көп, және де шаршады ойыншылар. Ойын басындағыдай, маусым басындағыдай ойындарды көрсетіп жатқан жоқ. Ал Манчестер Сити жалпы тактиканы жақсы қояды. Олар өздері шаршамайды, қарсыласты шаршататын клубтардың бірі. Және де Манчестер Сити ешқашан Пеп Гвардиола бастағалы бері ойын соңындағы маңызды ойындарды беріп қоймайды. Ұпай жоғалтпайды маусымның соңында. Сондықтан да биыл да солай болады. Маусым соңындағы ойындардан ұпай жоғалтпайды, және де чемпион болады деген ойдамыз. Чемпион болуға өте лайықты осы маусымда деп айта беруге болады. Себебі Арсенал мен Ливерпульда қиын ойындардың бәрі алда, ал Манчестер Сити қиын ойындардың бәрін өтіп кеткен. Қазіргі таңда рахаттанып ойнап жатқан жайы бар. Әр ойында келесі ойындардың бәрінде осындай болады деген ойдамыз. Бұл ойынды енді сіздерге тапсырған болатынбыз. Есебін өздеріңіз қараңыздар, айтыңыздар, сіздерге тапсырдық деп. Бека Рыспаев деген бір оқырманымыз, бір жанкүйер футболдың нақты дұрыс есепті тапқан екен. Брайтон Манчестер Сити 0-4 деп. Осындай мықты бізде болжам жасайтын жігіттер де бар. Бірақ бұл болжамға жақын болжамдарда өте көп болды. Енді бүгін өте көп емес ойын. Бірақ негізгі ойындардың бірі бар, Реал Сосьедад және де Реал Мадрид ойыны. Реал Мадрид енді Ла Лиганы ертерек мәселесін шешіп тастауға тырысады, себебі бар назарды Чемпиондар Лигасына қойғысы келеді. Екі жаққа да алаңдағысы келмейді. Сондықтан да Реал Мадрид бүгін барын салады деген ойдамыз. Реал Сосьедадта қара жаяу емес, қарап отырған клуб емес, Европаға жолдама алушы командалардың бірі болып саналады. Сондықтан да бұл жерде біз Реал Сосьедад салады, Реал Мадрид жеңеді деген ақпараттарды айту қиындау болып тұр. Бұл ойында менің сезіп тұрғаным, ойлап тұрғаным, болжап тұрғаным, статистикалардың айтып тұрғаны, бұл ойында Реал Сосьедад пен Реал Мадридтің ойында екінші таймда гол болады деген болжамды айтқымыз келеді, достар. Егерде сіздердің өздеріңіздің жеке бір болжамдарыңыз, ойларыңыз болатын болса, біздің сенімді серіктесіміз Пари матчтың бар екенін ұмытпаңыздар, сіздерге бонусты таратып жатқанында айта кетейік. Ал енді бүгінгі ойында негізінде Реал Мадрид жеңуі керек, соған бар күшті салатын болады. Бірақ та біз соған тоқталамыз. Бұл ойында екінші таймда міндетті түрде гол болады деген ой. Арсеналдан 5-0 ұтылғаннан кейін Почетино ақталуға шақырған екен. Почетиноның себептерін сұраған Челсидің басшылары, және де Почетино қалай ақталды десеңіздер, біз айтып берейік. Почетино айтқан екен, қазіргі таңда нақты жеңістерді күте беру қателік қазіргі составпен, қазіргі құраммен, және де қазіргі жарақаттармен деген екен. Бірақ та бір жақсы жері, Почетино келген кезде Челсиға айтқан екен, менен бірінші маусымда ештеңе күтпеңіздер. Екінші маусымда да өте керемет нәтиже көрсетпей қалуымыз мүмкін, бірақ та екінші маусымнан бастап бізде прогресс болады, алға қарай жылжимыз. Ал үшінші маусымда мен ештеңе істей алмасам, мені қуып жіберсеңіздер болады депті. Ал енді Челсидің жанкүйерлерінде төзім бар ма? 3 маусым Почетино қайтады екен деп қарап отырғанға. Себебі Почетино өзінің нақты алып тұрған ойындарын құртып қойған жайы бар талай рет. Сондықтан да бұндайды кешіре берудің өзі де қателік сияқты болып көрінеді. Ал Тод Боулиға Челсидің жаңа басшыларына 3 маусым күтудің қажеті жоқ, күткісі келмейді. Олар жылдам прогресс жасап, жылдам жоғарыға шыққысы келеді. Ал сондай бапкерді іздеп те жатыр, тапқанда тәрізді. Рубен Аморим атты бапкер бар, осының алдында Ливерпульға келуі мүмкін деген ақпараттар болған болатын. Сол Рубен Аморимді қатарларында қосқысы келеді. Рубен Аморим Брагаға келгенде де, Спортингқа келгенде де ешқандай да уақыт сұраған жоқ. Келген жылақ сол нәтижесін берген болатын. Ал енді Почетиноны қалдырады ма, қалдырмайды ма белгісіз, себебі Почетиноның өзі айтқан, мен екінші маусымнан бастап жақсы жұмыс жасаймын. Бірінші маусымда тек қана біз бір-бірімізге үйренісеміз деп. Ал енді осы жерде Челсидің жанкүйерлері бар ма екен бізде? Челсидің жанкүйерлері болса, Почетиноның сөзінің жаны бар ма? Немесе Тод Боули дұрыс жасап жатыр ма? Жылдам жетістікке жету керек, бапкерді ауыстырып тастауы керек па? Осыған бір жауаптарыңызды бере кетсеңіздер. Ал біз ары қарай жылжимыз.
Хави Эрнандес, мен Ла Лиганы алсам да, Чемпиондар Лигасын алсам да, осы екеуін қосып алсам да, мен Барселонада қалмаймын, сөз беремін, уәде беремін деген еді. Енді Барселонада қалатын болды, сөзінен секірді, екі сөйледі. Бірақ енді алтын доп арнасына жаңалық болсын деген шығар бәлкім деп түсінейік. Нақты Хави Эрнандес Барселонада қалатын болды. Бұл жайлы ақпаратты бүгін ресми түрде шығаратын болады. Немесе сіздер осы жаңалықты көріп жатқанда қазір ресми түрде шығып та қойған шығар. Жалпы Жоан Лапорта өзі қалдырғысы келді. Қандай жағдайға қарамастан сөйлесті, келісті. Ол осы Хавидан артық бапкерді таппайтынын білді. Ырылдаймын, қаппаймын, сенен жақсы таппаймын деді де Хавиді алып қалды. Бұл өте дұрыс шешім болды. Себебі қазір Барселонаның екінші орында тұруы тек қана Хавидің арқасы деп айтуға болады. Қазіргі сынған құраммен, қазіргі түсініксіз жағдайлармен, мына қаржының жоқтығымен, мынандай Барселонаның екінші орында ұстап тұрудың өзі ең мықты бапкерлердің ғана қолынан келеді деп санаймыз. Ал енді ресми түрде Хави Эрнандес Барселонада қалады деген ақпаратты әлемнің ең мықты инсайдері Фабрицо Романоның өзі айтып қойды. Сондықтан да сене берсеңіздер болады. Ал енді Хавиға келесі маусымда тек қана сәттілік тілейміз. Келесі маусымда екі сөйлеп қоймасын енді екі сөйлегені болмай қалар деп ойлаймыз. Ал Барселона клубы Хави Эрнандесті қалай көндірді? Әлбетте оның жалақысын көтерді. Осы маусымда қаншама кері сөздерді, кері пікірлердің бәрін Хави өзіне қабылдаған болатын. Соның бәрінің бір өтеуін берген шығар. Жалақысын жақсылап тұрып көтерді. Әрине, әлбетте трансферлер жасаймыз деп уәде берді. Сол уәделерін орындаса, Хавидің көңіл күйін дұрыстайтын болса, келесі маусымда Барселона осы маусымдан әлдеқайда мықты болып шығатыны белгілі. Сондықтан да келесі маусымда бақылайтын боламыз Барселонаның жанкүйерлерін құттықтап қойсақ болады. Себебі Хавидан асқан бапкер дәл қазір Барселонаға табыла қоюы өте қиын. Бүгінге осы достар, ойындарға болжам жасап бәстігем десеңіздер, біздің сенімді серіктесіміз Париматчтың бонустарды таратып жатқан естеріңізге сала кетейік. Ал енді біздің арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар. Назарларыңызға рахмет.